Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 23 июль 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулукта. Тагыраак айтканда Сокулук районуна караштуу Романовка айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баргуу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер чоң Фрунзе трассасы жана Набережная көчөсүнүн кесилишинде турам. Жанымда Старый крепость деген мондай чоң ушундай объект бар экен. Ушул жерден түз эле түшсөк, Набережная көчөсү 3-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Аралык 200 метрдей болуп калат чоң трассадан турганда. Дагы эмне маалыматы? Бул жерден шаарга түз жүргөн маршрут бар. Бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр Часпик, андан ары жүрсөңүздөр Сокулуктун центри, а бул жакта карай жүрсөңүздөр Шопоков, Гавриловка, андан кийин Машине базары болуп, шаардан деле анча деле алыс эмес тургандар бул жер. Эми барып калган маалыматты бир чекеден сиздерге берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле түндүк чек-арасы бул мынакей экинчи дарбазанан эң эле түштүк чек-арасы бул Пескаловдо болгон забор бүткөн жерге чейин. Жолдор кенен электр энергиясы бар, природный газ бар. Жана видеомашина чоң трассадан 200 метр эле түндүктү карай жүрсөңүздөр Набережная көчөсү 3-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Мынакей тынч ушундай жер, кошуналар деле ушундай жакшы дейт, мынакей көтрастар тынч, жакшы жер экен. Анан бул жакта бир чоң дарбаза, андан кийин бул жакта орто чоңлуктагы дарбаза тугандар. Бийик болгон, Пескаловдо болгон забор менен көчө тараптан тосулган. Мектепке балдар бул жерден трассага чыгып туруп, бир аз эле чыгышракка барып, жөө барып келе алышат экен. Садиктер деле бар экен тугандар. Эми андан ары короосуна кирип калган маалыматты берейин. Жайдын күндө бир аз кирип болуп калдым. Көңүл урбайсыздар тугандар. Так, окей. Бул сатылуучу үйүбүздүн короосу жалпысынан жеринин 26 соток. Бул жакта 120 квадрат метр болгон үй и хозпостройкалар жана үйдүн батыш тарабында огороду жана мал сарайы, синевалы бар экен. Көп эле машина баткандай жер. Көтрастар бул жакта үйесинде спринтер бул жагында кенен батып турган жер, андан башка бул жакта бир фурда батып кеткендей жер. Бул жакта көмүркана, очоккана, склад, дагы бир склад. Анан бул жакта үй, синасы саман үйдүккө тугандар. И экинчи дарбазанан тугандар мал киргизип чыгарсаңыздар болот. Төрүндө мал сарайы бар. Кааласаңыздар могу жерди мындайынан забор кылып тосуп алсаңыздар, мал бул бияка карап вообще чыкпайт тугандар. Азыркы жерде өзүнчө ошол жактан киргизип чыгарсаңыздар болот. Үйдүн тышкы тарабындагы жаткана Пескаловдон болуптур. Дагы эмне маалымат? Азыр биринчи болуп сиздерге бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң катарынан бир чекеден бул жактагы маалыматтарды берип чыгам тугандар. 26 соток болгон жер, газ бар тугандар. А бул үйүбүздүн мынакей негизги кирүүчү эшиги, көрсөңүздөр эле темирден болгон эшик орнотулган. Бул үйүбүздүн кире бериши прихожка тугандар. Андан ары түз эле жүрсөк жерде тамактануучу бөлмө жана кухня жайгашкан. Тугандар мебелдер калат и бул бөлмөлөрдүн чыгыш тарабынан терезелери тур. Чыгыштан болгон 2 кабат терезе. Отопление, паровой отопление, көмүр менен жылыткан котел азыркы учурда үйдү жылытат жана газ бар, киргизилген газовый котел койсоңуздар деле болот тугандар. Көрүп турганыңыздардай үйүбүз ремонт болгон. Дагы эмне маалыматы? Суулар, раковинанын суулары полный септикке куюлат. Андан ары бул жерде бир спальный бөлмө. Батыш тараптан терезе. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Так. Андан ары бул жакта мынакей да бир балдар бөлмөсү. Батыш тараптан терезе. Балдар бардык бөлмөлөргө жыгаштан болгон болот экен жана кирүү эле сол тарапка карай жүрсөңүздөр бул жерде мындай бир бөлмө жайгашкан тугандар. Мына бул бөлмөдөн оң тарапка карай кирсек, ажаткана, душ, раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Мынакей мындай чоң аристон менен жылый. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берейин тугандар. Так, андан ары бул жакта тугандар мынакей
Бұл жаққа шыққанға коридор. И сол тұрғанда бір мындай склад. Негізінен летний кухня қатары да қолдансаңыздар болады. Бұл да жуаштан болған пол екен. Андан ары. Бұл жақта көмірхана, очақхана, ондай навес. Бұл тұрғандағы погребіменен туғандар. И оның тұрғандағы бір инструмент жинаған склады бар екен. Тағы емне мағынатты. Үйдің стейрге батыш тараған көргөсен, алдақта чоң мал сарайы. Чөп жинаған синевалы, огородтар, черешня бақтары бары бар туғандар. Так. Окей. Үйдің түндіктері қоштан елген шегара Зымторға шейін. Накай бұл үйдің батыштары атығандар. Минтіп батқан ондай синевал. Бұл етірау мал сарайы, бұл жақта навес жана. Бұл жақтағы жанақы летний кухня тараптан ділі шығып кірсеңіз болады. Накай тротуарлар құйылған, черешня бақтары, жер жемішеккенге жер, 26 сотық жер етуғандар. Так, андалары, накай. Сарайы, ақырлар, көйле уйбуға қармасаңыздар болады. Сөп, бұл жана дағы сарайы бар туғандар. Бұл жақта да накай сарай. Бұл жақта да накай сарай бар. Анан соқылыққа білесіздер, мал базары бар. Малмен әлектенсеңіздер, ылғи тарапта полиялар. Шарда іштерсеңіздер, шарға бар көңгі жоң трасса жақын. Малмен әлектеніп, мал бағып, бұл жақта мал базарға діле барсаңыздар. Лайықты жерде жайға шыққан таңдар. Бұл қызда маңдай бір склад, и бош жер, бұл жағы. Дағы мал сарайы жоң айтсаңыздар болады, бұл шифрға чейін. Изгород дейді білем, оны қырғызшасы не туғандар үшін. Комментарға жазып кетіңіздерші. Сұранайшы. Так, андан ары. Бізде дуал гүл деп қойчылы. Так, бұл жақта мынакей жер жемшекенге жер, черешня бақтары. И шындай бош жерлер. Үйіздің батыш тараптан көрініп шу. Так, дағы емне малыматы қалды айтылбаған. Айтылған бұл үйдің басы әлі қалды ұшайды. Бұл үйдің басы $52,000 сұратыпты үйелері. Адамдағы сөйлешу болады. Есін номерін экранға есетелі деп қалтырам тұғандар. Соны құл сөйлешу көріңіздер, сөйлешу болады. Адам достарменен, группалармен бұл видеоны істер бөлішсеңіздер, маға бұл иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мәселестермен қоштасам. Енге шығашқа шейін саламатта қалыңыздар.